Біз өз өмірімізді дәрігерлерге сеніп тапсырамыз, алайда олар роботтар емес, олар адам баласы болғандықтан қателіктерді жібереді. Сондай қателіктерді жіберген оқиғаларды осы видеода көре аласыңыздар. Ал кеттік. Өткен ғасырда ақшта болған оқиға. 10 жастағы бала пышақпен ойнап жүріп, көзін жарақаттап алған болатын. Бейшара баланы қараған дәрігер оның ата-анасына жарақаттанған көзін алып тастау керегін айтқан. Алайда дәрігер тек операцияны бітіргеннен кейін оның сау тұрған көзін алып тастағанын түсінген. Үндістанның азаматшасы сәбині кесар отасы операциямен туған болатын. Алайда баланы дүниеге тудым дегенімен көп қуана алмаған. Босанғаннан кейін бірнеше айдан соң әйелдің іші ауыра бастаған. Сол іш ауруын 3 жыл бойы шыдап, ақырында дәрігерге жолыққан. Сол кездегі қаралымындағы анықталғаны. Кесар отасы операциясында дәрігер әйелдің ішінде жай ғана майлық қағазын ұмытып кеткен екен. Тағы да оң жақ пен сол жақты айыра алмайтын дәрігерлер. 82 жастағы әрен тірі жатқан әженің басының ішіндегі қан ағуын тоқтату операциясын жүргізіліп жатқан болатын. Нейрохирург операцияны бастағаннан кейін бір затты түсінген. Қан басының басқа жағында ағып жатыр екен. Вирджиниядағы орталық ауруханасындағы медбике ауырып сырқырап жүрген әженің көтеніне дәрінің орнына медициналық құрал жабдықтарын дезинфекциялайтын дәріні еккен болатын. Өкінішке орай әже сол жерде қайтыс болған. Осы оқиғадан кейін ақш ауруханаларында дәрілерді сортау процесіне үлкен назар бөлініп, қатаң қадағаланатын болған. Дональд Чарч деген адамның ішінен дәрігерлер бақытқа орай қатерлі ісік немесе рак деп аталатын жаман затты кетірген болатын. Алайда бұл дәрігерлер Дональдтың ішінде 32 сантиметрлік темір пластинасын ұмытып кеткен. Нью-Йорктағы Нэнси деген қыз жасанды ұрықтану операциясын жасаған болатын. Нэнсидің аяғы ауыр болып, барлығы да ойдағыдай болған. Бірақ сәбині дүниеге әкелгеннен кейін бір түсініксіз зат пайда болды. Нэнси қап-қара қызды туған. Дәрігерлер Нэнсиға егетін ұрықты шатастырып алған екен. Ал егер сізге осы видео ұнаған болса, видеоны лүпілдеп лайк басып жіберсеңіз, мен мәз боламын. Және де егер сіз тағы да осындай қызықты видеоларды көргіңіз келсе, Саяхат YouTube арнасына жазылыңыздар. Осындай подписаться деген батырманы басыңыз.